Быйыл Алаш арысы қоғам қайраткері қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың туғанына 130 жыл толып отыр. Осыған орай, тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығында сәуірдің 14 күні Мағжан жыры мәңгілік атты әдеби сазды танымдық іс-шарасы өтті. Әдеби сазды іс-шараның басты мақсаты болашағымыз, жастар мен өскелең ұрпақты қазақтан шыққан ұлы кемеңгер тұлғаларымыздың өмірі мен шығармашылық жолдарының қалай қай бағыттарда өрбігені жайында қысқаша мәліметтер бере отырып түсіндіру әрі тәрбиелеу, және де ақын Мағжан өлеңдерінің мәні мен мағынасын біліп түсініп оқуға үйрете отырып дәріптеу. Шараға қаламыздағы жалпы білім беретін мектептердің қазақ сыныптары, толығымен оқушылары және шараға дайындаған жетекшілермен бірге келіп қатысты. Оқушылар Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін мәнерлеп, өз нақышына келтіре орындады. Бір-бірі өтті. Ұстасын, жапсын уайым жоқ, қоймай жүргендей жол таба алмай бейнетасып. Бір жауыз сөндірмекте әлде нұрым, үстіге тигізді. Шараны ұйымдастыруға және болашақ ұрпақты рухани құндылыққа насихаттайтын, ұлтжандылық пен елжандылыққа тәрбиелейтін тағылымы мол шараға басты қолдау көрсетіп атсалысқан Ақ Жол Демократиялық партиясының Қарағанды облыстық филиалы болды. Шарамыздың соңында тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығы атынан белсенділік танытқан оқушылар мен мұғалімдеріне ақын ағамыздың кітаптары мен алғыс хаттар табыс етілді.